Сәлем достар, қайырлы күн. Арнада тағы да Visa Nash каналы және біздің сіздерге бүгін айтатын жаңалығымыз бар. Біз каналдың атын LA Group деп өзгерттік. Бұл өзгерістің болып жатқанына біраз уақыт болды, бірақ та YouTube-қа біз сол өзгеріс болғалы шыққан жоқпыз. Мен жаңағы Visa Nash каналын жалпы Америкада жүрген кезде жеке өзімнің өмірім жайлы жалпы кеңестер беру үшін ашқан болатынмын, оны өздеріңіз білесіздер. Және біз сол уақыттан бастап Америкаға оқушыларды жіберумен және туристік визаны жасаумен айналысып жүрдік. Бірақ та енді интернет көлемінде көп жүрмегендіктен мүмкін танымайтын да боларсыздар. Егер де танымайтын болсаңыздар, менің есімім Ақжауын. Осы уақытқа дейін жалпы Америкаға туристік визамен, студенттік визамен жаңағы адамдарды жіберумен айналысып келе жатырмыз. Және Қазақстанда да біраз уақыт бойы жұмыс жасадым. Егер де өздеріңіздің іштеріңізде менен қызмет алған адамдар болса, қайтып көріскеніме қуаныштымын. Ал танымайтын болсаңыздар, каналға жазылып, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ендеше ұзақ созбай бүгінгі видеоның тақырыбына көшейік. Өзіңіз көріп отырсыздар, бүгін Америкаға туристік визаны алу жөнінде тақырып болмақ. Жалпы қандай қателіктерді жасамаған жөн, қалай жауап беру керек. Бұл жайында мен видеоның басында, жаңағы каналдың басында дейікші, бір видеомда тоже айтқан болатынмын, жалпы туристік визаны қалай алу керек. Әрине ол видео сол уақытқа актуальный болды, яғни сол кездегі посольствоның жаңалығына, сол кездегі посольствоның талабына сай. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда жалпы посольство екеу, Нұр-Сұлтан қаласында және Алматы қаласында. Және ол жақтағы офицерлер белгілі бір уақыт көлемінде ауысып отырады. Сондықтан ол видеодағы айтылған ақпараттар қазіргі уақытқа кейбіреуі жарамды, ал кейбіреуі жарамсыз болып қалды. Сондықтан да бұл тақырыпты біз қайттан қозғаймыз сіздермен. Алдағы жылда қандай өзгерістер болды посольствода, және ответ, яғни жауап қалай берілу керек. Қандай жауап берілген жағдайда сізге виза берілуі мүмкін, ал қандай жауаптан аулақ болу керек. Соның барлығына қысқаша тоқталатын боламыз. Ендеше туристік виза жайында әңгімені бастайық. Өздеріңіз білесіздер, посольствода адам жаңағы ауысып тұратынын айттым, және соңғы видеом түсірілгелі бері посольстводағы адамдардың барлығы дерлік ауысты, және олардың да талабы жаңа. Ендеше посольствода жіберілетін қателіктерге тоқталатын болсақ, ол алдыңғы видеода айтылған болатын, және олар әлі күнге дейін актуаль. Яғни сіз егер де туристік визаға тапсыратын болсаңыз, туристік виза өзі B1 және B2 деп бөлінеді, яғни бір топқа кіреді. Оның ішінде жаңағы мақсат, сіз немесе қыдырып барасыз, немесе бизнес кездесуге барасыз, немесе медициналық көмек алу үшін барасыз. Ал осы мақсаттарды жаңағы сіз посольствода анықтауыңыз керек, дәлелдеуіңіз керек. Яғни сіз турист болып барам деген жаңағы ұстанымды ұстанғаннан кейін посольствоға барып, жаңағы турист сияқты жауап беруіңіз керек, турист сияқты әрекет етуіңіз керек. Мысалға бізде ең көп жіберілетін қателік қандай? Бір отбасында мысалға 4 адам болады. Соның ішінде жаңағы еркек отбасын асырау үшін әрине Америкаға жұмыс жасауға жаңағы шешім қабылдайды. Енді шешім қабылданғаннан кейін ол қалай жаңағы келесі қадамдар жасайды. Көбінесе ең көп жіберілетін қателік ол посольствоға жалғыз барады. Яғни айтады, мысалға менде, Қазақстанда әйел бала шағам бар, олар менің Қазақстанға қайтып келуіме гарант, яғни мен Америкаға визаға тапсырсам, маған виза беріледі деп ойлайды. Бірақ та бұл өкінішке орай қателік болып табылады. Неліктен? Өйткені мысалға сіздер қысқаша Қапшағайға қыдырып барсаңыздар, мейлі басқа қалаға қыдырып барсаңыздар да, міндетті түрде сіз отбасыңызбен, отбасы мүшелеріңізбен, жақын достарыңызбен, немесе коллегаларыңызбен барасыздар. Сол сияқты сіз мұхит асып Америкаға барғандықтан енді жалғыз баруыңыз былайша айтқанда ақылға сыйымсыздау. Енді бұл мысалды мен жылдар бойы айтып келе жатырмын. Бұрыннан бері тыңдап келе жатқан адамдар болса біледі. Егер де жаңа оқырмандар болса, миларыңызға сақтап қойыңыздар. Егер де болашақта бір күндері Америкаға туристік визаға тапсыратын ойларыңыз болса, жалғыз тапсыруға кеңес берілмейді. Тіптен жалғыз тапсыратын болсаңыздар да, сіздер анкетаға сіздермен бір адам бірге барады деп көрсеткендеріңіз дұрыс. Әрине бұл жайында келесі видеоларда да толықтай айтатын болам. Бүгін жалпы қандай қателіктер жібермеу керек және қандай жолдар, қандай жауаптар айтылғанда сізге виза берілетіндігін айтатын болғандықтан бұл тақырыпты келесі видеоларға қалдырдым.
Ал екіншіден, бізде жаңағы тағы да көп жіберілетін қателіктердің бірі, ол жаңағы сізде нақты жоспардың болмауы. Жалпы, бізде осы уақытқа дейін, былтырғы уақытта, өткен жылғы уақытта клиенттер болды, маған Америка ұнайды, ол менің бала кезімнен арманым, мен жаңағы Американы кинолардан көргенмін, сол үшін мен барып көзіммен көргім келеді деген жауаптар беретін. Бұл жауаптар өз кезінде жақсы жауаптар болды, және бұл жауаптарды беру арқылы виза алған адамдар да аз емес еді. Бірақ та биылғы жылда ондай жауаптар біз байқағанымыз бойынша өтіп жатқан жоқ. Және алдағы уақытта егер визаға тапсыратын болсаңыздар, бұндай жауап бермеуге кеңес беремін. Ал бұндай сұрақта қалай жауап берген жөн? Бізде жақында бір клиент болды, ол кісінің жауабы бізге қатты ұнады, сондықтан сіздермен алып шығып бөлісуді жөн көрдік. Жалпы ол кісіге бұл сұрақ қойылған кезде ол былай жауап берген. Жалпы өзінің жоспарын ол қағаздың бетіне түсірген, яғни қай күні кіммен қай қалаға ұшып келеді, ол жерде қандай жерлерді көруді жоспарлап отыр, оған қаншалықты ақша кетеді, және олар бұл қалада қанша күн болады. Және осы қаладан әрі қарайғы маршрут, яғни мына қалада, мысалға Нью-Йоркта дейік, біз 3 күн боламыз. 3 күннен кейін машинаны арендаға алып, біз досымыз екеуміз жаңағы жақын орналасқан, былай деріп, Нью-Джерсиға барамыз. Өйткені Нью-Джерси мысалға мұхитқа жақын орналасқандықтан біз мұхитты көргіміз келеді. Ал одан кейін біз самолетқа билет алып, жаңағы Лос-Анджелеске барғымыз келеді. Өйткені Лос-Анджелес осындай. Яғни бұл кісі толық өзінің жоспарларын қағаз бетіне түсірген, қанша күн болатынын нақты көрсеткен, және қаншалықты ақша онда кетеді. Оны да примерно есеп жасаған, сосын жаңағы айтқан. Біз есеп бойынша, мысалға біз 15 күн боламыз, 15 күнде кететін ақша осынша долларды құрайды, және біз өзіміздің шотымызда осынша ақша дайындап қойдық. Міне осындай конкретный дейікші, конкретный жауап берілген болғандықтан, ол кісіге виза міндетті түрде берілді, артық сұрақтарсыз. Сондықтан да келесі, егерде алдағы уақытта визаға тапсыратын болсаңыздар, нақты, сенімді жауап берулеріңізді кеңес берем. Ал одан кейін жаңағы посольствода отырған адамдардың барлығы, өздеріңіз білесіздер, психолог, яғни сіздердің посольствода өздеріңізді қалай ұстауларыңыз, қалай сөйлеулеріңіз, жалпы қолдарыңыздың қозғалысы, оның барлығы олардың қадағалауында. Жалпы бізде клиенттердің көп айтып жатады, мен визаға кірген кезде офицер менің бетіме қараған жоқ дейді. Бұл үлкен қателік. Өйткені офицер, егерде кіріп шыққан адамдар болса, жақсы біледі, ол компьютерге қарайды, бірдеңе басады, бірдеңе жазады. Бірақ та ескеріп қойыңыздар, сіздер егер қалаған жағдайда компьютерден көрініп тұрасыздар, өйткені ол жақта камера бар. Сондықтан да офицер сіздің бетіңізге қарамады екен деп, жаңағы өзіңіздің эмоцияңызды ұстауды ұмытып кетпеңіз. Жалпы психологияда қалай? Адам өтірік айтып жатқан кезде, даусының тоны көтеріледі, сосын жаңағы көзі оңға солға қарап кете береді деген сияқты. Оның барлығы ұсақ қимылдар болғанымен, оның барлығы сіздің виза алу алмауыңызға шешуші жаңағы фактор болып табылады. Сондықтан да өзіңізді офицердің алдында ұстай біліңіз, барынша көзіне қараңыз, жаңағы құрдасыңызбен сөйлескендей сөйлесіңіз. Және бізде жаңағы посольствоға кірген адамдардың барлығы бір үреймен, бір қорқынышпен кіреді. Егерде мен виза алмасам не істеймін? Және осы қорқыныштың нәтижесінде олардың жауаптары да жаңағы алдыңғы сөзі мен артқы сөзі логикалық байланыспайды. Осының барлығын аулақ болу үшін сіздер посольствоға кіретін кезде, менің кеңесім әрине, профессионалдың көмегіне жүгініңіздер. Осы уақытқа дейінгі болған сұрақтардың барлығы дерлік мысалға бізде бар, және ол сұрақтарға қалай жауап беру керек екенін біз жақсы білеміз. Сондықтан да, егер де сіздерге туристік виза алу жаңағы жөнінде кеңестер керек болса, көмек керек болса, бізге хабарлассаңыздар болады. Видеоның астына біз өзіміздің байланыс номерімізді қалдырамыз. Instagram, WhatsApp номерлеріміздің бәрі осында болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, сол жаққа өтсеңіздер болады. Ал бұдан кейін сіздерге видеоның қандай тақырыбы қызық, қандай сұрақтарыңыз бар, қалай жауап алғыларыңыз келеді, оның барлығын комментарийге қалдырыңыздар. Жалпы бүгін жаңалық ретінде сіздерге каналдың ауысқанын айту үшін шығып отырмын алдарыңызға. Сондықтан бүгінгі видео информацияға толы деп айта алмаймын, бірақ та бұдан кейін біз жаңағы күнделікті видео салып тұруға тырысамыз. Сондықтан да барлық сұрақтарыңызға біздің каналдан жауап алатындарыңызға сенімдімін. Ендеше назар салып тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Тағы да қайталап айтамын, сіздердің қолдауларыңыз біздің мотивациямыз. Жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, және
бізбен бірге байланыста болыңыздар. Соның өзі бізді қуантарлық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.